Бәріне селем достар, бүгін видео қош келдіңіздер. Бүгін мен Рамазан, менің қасымда Сабина. Бәріне сәлем. Я достар, бүгін біздер Майнкрафт ойнайтын боламыз, екеуміз, яғни жарысатын боламыз үй соғып. Естерінде болса, біздер бұрын осындай контент түсіруге болатынбыз, енді тағы да соны жаңартып түсірейін деп жатырмыз. Яғни бізде осындай 4 арена бар. Мен бірінші аренаны аламын, ал Сабина болса екінші аренаны алатын болады. Осы жерге қазір өзіміз үйлер соғатын боламыз. 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең 30 секунд, екінші кезең 3 минут, ал үшінші кезең болса неше? 7 минут. О, Сабина достар, қандай қазір үй соғатын болады. Көреміз Сабинаның үйі қалай соғады екен жалпы. Соға аласың ба негізі? Енді соғамайын дейді, енді көреміз қазір. Енді барлық скиллдарын көрейік та, менімен жарысам деп қояды. Достар, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде Комментарийға өздерінің пікірлерін жазуды ұмытпаңдар, және де біз видеоны бастаймыз. Ал достар, біздер постройканы бастайтын боламыз. Мен үйді 30 секундта соғамын. Сабина болса 1 минутта соғады, себебі ол үй салып білмейді, яғни Майнкрафт вообще ойнап білмейді, енді үйреніп жатыр, сол үшін бұған фора беретін боламыз. Ал Сабина, давай қазір таймерді қосам, сен болса дайындала бер. Так, короче, старт уақыт кетті. Сабинаның 1 минуты кетті. Сабина соғып жатыр, пока что қарамай тұрайын. Мен қазір өзімнің стройкамды соғатын боламын. Бізде уже 12-ші, 13-ші, 14-ші секунд кетіп жатыр. Так, уже 30 болған кезде мен уже соғып бастайтын боламын. Ал Сабина уже бір әдемілеп соғып жатқан шығар. Все, бізде 30-ші секунд кетті. Сабинадан қалып қойып жүрмек. Тезірек давайте соқтайтын боламыз қазір. Өзімнің үйімді қазір тәштай қылдырып, күшті қылдыратын болам. Так, примерно осылай кубик болады, енді басқа амал жоқ. Так, бізде уақыт 43 секунд болды. Сабина, давай. Даже мен үлгермей жатырмын яқта. Давай. Так, бізде 52. Ема, давай. 57. Давай. Уақыт болды, уақыт. Стоп. Ровно, достар, 1 минут 3 секунд болды. Сен үлгеріпсің ғой? Так, менің үйім осындай, короче. Давайте Сабинанікінен бастайтын боламыз, а? Йо-майо, неге дәу қып салдың? Білмейді. А? Үлгерем деп ойладым. Үлгермейсің ғой, 1 минуттан аңғарсаң, қалай үлгересің? Бірақ достар, қараңдар, жалпы новичокқа мынандай үй салу деген негізі нормально да, бірақ бұл үйге қалай кіресің, айтшы? Мынандай есігін хотя бы жасап қойсам болады ғой міне. Так, короче, достар, мінеки Сабинаның үйі бізде осындай. Оценкілерді беріп кетіңдер. 1 минутта соққан үйі. Енді 30 секунд болса, ойбай, не болшы деймін да. Міндетті түрден 0-ден 10-ға дейін оценкілерді беруді ұмытпаңдар Сабинаға. Ал одан кейін мінеки менікі. Менің үйім қалай? Әдемі ба? Конечно, менің үйім әдемі. Короче, кіресің, міне есігі бар, терезесі бар, как положено. Няқа төсек, анау-мынау бәрін істеуге болады ошым. Короче, достар, мінекей ошым осы бізде. Менің үйім мынау. Так, маған да оценка беруді ұмытпаңдар. Ал біздер болса екінші сайысқа Көшеміз. Бізде екінші сайыс қазір 3 минутқа жарысатын боламыз, яғни мен 3 минутқа салатын болам. Сабина болса бізде 5 минутқа салады. Сабинаға енді кішкене фора берейік та. 1, 2, 3 басталды. Кеттік. Ал достар, біздер бастайтын боламыз сразу соғып. Так, мен қалай соқсам болады екен, а? Так, короче, давайте бетейін қазір. Осындай бір үй соққым келіп отыр. Қазір көресіңдер достар, не үй екенін қазір көрсететін боламын. Типа, наверное, андай ғой, замок сияқты, в общем, түсіндіңдер ма? Ескі үйлер болды ғой, замок сияқты. Типа сондай қылдырғым келіп отыр да. Так, мына жерде қазір уже бізде кіретін жақ қылдыратын боламыз. Оны примерно еще былай істесек, мінекей. Неяқты фундаментін, в общем, былай істейік та. Пока что осы тұра берсін. Қалай болатынын білейін бар ғой, достар, бірақ енді нормально шығады деген ойдамын, короче, қазір. Одан кейін былай, мен 3 минутта нормально соғым керек, достар. Так, одан кейін былай. Болай. Короче, бізде осында әппақ бір блок, короче, қандай блок екен білмеймін. Бірақ маған ұнап тұр бұл блок. Так. Сабина, сен қалай болып жатыр? Сабинаға сөйлеуге вообще не жоқ. Шанс жоқ десек те болады. Дым қолы босамай жатқан сияқты ғой, что-то. Беріліп соғып жатқан сияқты соған қарағанда. Неге сөйлемей жатсың, Сабина? А? Қолың тимей жатыр ма? Так, қол тимей жатыр, достар, оның. Онда біздер өзіміз соғатын боламыз. Енді қазір прям вау үй соғам деп айта алмаймын енді ше. Өйткені қазір андай қалай айтсам болады. Сабинадан тең бір үй соғайын деп жатырмын да енді.
Так, мына жерді біздер қазір былай дуб қылдыратын боламыз. Одан кейін мына жерді былай, одан кейін былай мінекей. Мына жақта бізде қазір терезе болады. Бізде уақыт неше болды? Так, уақыт 1 минут 46 дейді. Ой, бұл әлі уақыт жетеді екен ғой бізде, достар. Әлі уақыт көп екен, асықпай соға берсек болады екен. Так, оған дейін мен енді бітіретін шығармын тезірек. Так, примерно, так, мына жерін бүйтеміз. Мына жерде, достар, енді қазір бүйтеміз, қараңдар. Былай, одан кейін былай аламыз. Одан кейін мына жерді бүйтеміз. Вот, мінекей аяқ кіретін жері ғой міне. Төбесіне қазір лестница істесек болады, в принципе. Былай істеп қойық, давайте. О, міне әдемі крыша болды, достар, бізде. Так, енді бұл крышаны астын бүйтіп жабуымыз керек біздер, чтобы әдемі болу үшін. Лайфхак, достар, Майнкрафт ойнайтын балалар, давайте міндетті түрде осыны жаттап алыңдар, сендерге әдемі лайфхак. Или білетін шығарсыздар бұны. Майнкрафт ойнайтындар негізі білу керек, по идее бұны. Бұны істемесем де болады негізінде, бірақ әдемі болсын деп, әдемілік үшін бәрін жасап жатырмын ғой сіздер үшін, достар. Так, все, болды, четкий болды, қараңдаршы. Ойбай, әдемі болды мынау бізде. Так, енді мына жерді бүйтіп созатын боламыз. Одан кейін астын былай. Получается, мына жерде бізде есік болады. Сабинада дым сөйлеуге уақыт жоқ. Одан кейін төбесі былай. Түсіндім. Так, бізде 3:40 болды. 3:40 үлгерейік, достар. Тезірек үлгерейік. Сабинада әлі уақыт бар. Сабинаға дым уайымдамаса болады. Мына жерде біздер стекло қылдырамыз қазір. Бір күштей соғып жатыр, мен бар ғой, кәдімгідей бар ғой. Қарасыңдаршы, ё-мое, уютный ғой мына кәдімгідей. Так, одан кейін бір есікті аламыз мынандай. Ол есікті былай қоямыз, мына былай сосып жіберсек болады кішкене. Вот, четко. Әдемі болды, әдемі, четко. Бізде 4-те. Үлгерейік. Көп сөйлеп кеттім. Так, үлгерейік. Ёптыгідік. Так, былай. Тезірек үлгерейік, достар. Сабина үлгеріп отырсың ба? Сенде әлі уақыт бар. Ебать, тоқта. Мен 5 минут соқпайды екем ғой, оказывается. Достар, мен соғып кетіп баратырмын ғой, прикинь. Оказывается, маған 3 минут екен ғой соғу керек. Ё-мое, достар, уақытты тоқтаттық біздер. Істеу, короче, 5-ші минутта тоқтаттық. Сабинаға 5 минут фора беріп едік қой біздер. Ал өзіме 3 минут еді. Бірақ мен дейтін 4,5 минут соғып кеттім. Сол себептен мына жерді бұзуға тура келеді. Енді ладно, тұра берсін, енді нәр жоқ деп есептей берейік. Бірақ мен үйім мінекей енді осындай болып тұр қазір. Короче, қазір обзор жасайтын боламыз. Ал, давайте Сабинакіне кеттік. Ойбай, не видно, Сабина. Колхоз деп қойсай. Колхоз? Так, көрейік, рум-тур жасайық Сабинаның үйіне. Лестницаның түрін қараңдар, мә. Яқта төсек тұрады ғой примерно, е? Мына интернеттен қарап соқтың ба? Жоқ. Енді. Достар, интернеттен қарап соқтың ба? Внимательно қарап отырыңдар. Жалпы Сабинаның үйі мынандай екен, міне. Неге жауып қоймадың? Түнде қарайды ғой адамдар сені. Неғақта бұлай жауып қоймайсың ба? Сен ұйықтап отқан кезде сен қарап тұрады ғой адамдар. Неғақта далада өтіп баратқан. Сен қарап тұрады, сол үшін былай жауып қою керек, қара міне. Былайына міне. Олай емес, былай міне, былай емес. Осылай жауып қою көрме, чтобы көрмес үшін адамдарға. И одан кейін міне, былайынан. Вот көрме? Вот, енді әдемі болды. Одан кейін бүйтесің, қара міне. Мынандай лестницаларды қоясың. Соны таппадым ғой. Міне мынандай лестницаны қоясың, чтобы былай тез міну үшін. Андай блок болмайды. Төсекті наоборот, неғып емес, Сабина былай қояды, мінекей. Вот, енді әдемі болды. Достар, давайте Сабинаның үйіне оценкілерді беріп кетіңдер. Мына картинаның түрін қараңдар. Мына картина емес, мына рамка, Сабина. Мына рамка, картина емес. Енді осылай достар үйренетін болады. Давайте оценкілерді беруді ұмытпаңдар, 0-ден 10-ға дейін. Жалпы мен өз басым Сабинаның бірінші үйіне 5-тен 10 берем, екінші үйіне 6-да 10 берем, короче. Так, менің үйіме кеттік енді, давай. Жүр. Мен үйіме жүр. Няқта, кел, міне. Осында кел, енді қара. Мен үйім қалай жалпы? Ішіне кірсе, фу дейміз разу. Ішіне кірмей жатып фу дейм, ё-ма. Дәу ғой? Күшті ғой, уютно, я, әдемі. Андай балконы бар, қара. Не бар ма дейді? Түрме емес, үй ғой. Сонда ескі бұрынғы заман үйлер ғой, типа. Қалай жалпы, әдемі ма? Нешеге бересің? 0-ден 10-ға дейін. 6. 6 дейді, болды, онда 6-да болса
6 болып қалсын онда. Достар, давайте сендер оценкалерін беруді ұмытпаңдар, лайктар басуды ұмытпаңдар міндетті түрде. Ал біздер болса 3-ші сайысқа кеттік. Ал достар, бізде 3-ші кезең мен 7 минутқа, ал Сабина болса 10 минутқа салатын болады. Давайте енді бұл жолы мен қателес кетпейін, әйтпесе бағанағындай қателессем болмайды уже. Так, біздер бастаймыз. 1, 2, 3 уақыт кетті. Смело 7 минут соға берсем болады. Мен примерно біліп тұрмын не үй соғатынымды. Давайте бітеміз қазір. Бұлайнан бастайтын боламыз. Қазір әдемілеп сразу есігін соғып қоятын боламыз. Так, мына жер бізде мынандай болады. Осылай. Так, одан кейін былай ұзын қылдыратын боламыз. Так, төбеге қарай. Потому что қазір менің проектім қазір айтайын ба қандай болады. Так, неяқтан қазір. Так. Неяқтан былай істесек. Фундаментін әдемілеп істелайықтан, нелерін көтеріп алайық, бұрыштарын. Одан кейін былай, или былай ма, или точно. Так, осылай соға берейін, я. Осылай вроде нормально болу керек қазір. Так, одан кейін жоқ, былай. Одан кейін, міне, былай. Так, 2-3 блок болып кетті. 3 блок емес, арасын 2 блок қылдыру керек. Вот, достар, қараңдар. Короче, осылай. Енді қазір бізде дерскі шығатын болады, походу, менің ойымша. Так, енді былай. Мұны тоже былай жабатын боламыз. Одан кейін, міне артқы жақтарын. Так, 5 блок қылдырамыз ба, 4 блок қылдырсақ бола. Қалай ойлайсыңдар, достар? Так, мен ойымша 5 блок тұрс сияқты, я? 5 блок тұрс сияқты. Артқы жаққа терезе. Так, соғамыз бекен, керемес бекен. Соға саламыз қазір, я? Соға салайық. Так, одан кейін қазір біздер крышаны қазір былай жабатын боламыз мына жақтан. Давайте мынандай қара таспен жабайықшы. Мынандай таспен жапсақ қалай болады екен? Нормально болады шығар вроде. Вот, достар, қараңдар. Әдемі болып жатыр, я бізде. Так, одан кейін міне көтереміз, короче, крышаны осылайдан. Төбеге қарай көтереміз. Осындай бізде андай типа кирпичный крыша ғой. Так, мынаны тоже төбеге чуть-чуть былай көтерейік. Одан кейін мынаны бітеміз, қараңдар. Ойбай, ой, достар, қарасынаш, мынау не деген потолок үй болып жатыр менікі. Сабинаң қалай болып жатыр екен, Сабина? Сенікі қалай болып жатыр? Өзін үйін туралы кішкене сөйлеп өтсейші. Үндемей соға береді болды. О, достар, қараңдар, әдемі чоткий болды. Менікіне қарап қояды ғой, Сабина, қарама менікіне. Не үшін қарап отырсың? Так, одан кейін, короче, бітеміз, қараңдар. Мына жетті біздер қазір былай жабамыз. Одан кейін былай істейтін боламыз. Қараңдарсыңдар, ойба, қарасандар, достар, ойбай, соска болып отыр ғой, үйім дейтін. Просто белиссимо болып отыр. Сабинанкін бытшын шығарып өтеді деген ойдамын. Енді Сабинаға енді сәттілік тілейміз, не дейміз енді. Мыяққа бүйтіп қоямыз, әлде? Жоқ ой, бірақ мен деймді барса, сен қандай әдем болып отқан. Менің мощный болып отыр. Сабина маған жете алмайды вообще. Сабина менікінен чортский ғой. Сабина маған ешқашанда жете алмайды. Сөйтіп тез отқан ба. Так, одан кейін мына ерді қараңдар, достар, мынандай балкон қылдырып, короче, мынандай балкон емес, бірақ панорамный терезе қылдырамыз ғой, әдемі болу үшін ше. Мынау үй соска болды енді, достар. Ұнаса, давайте міндетті лайктар басуды ұмытпаңдар. Үлгерем бойызы 4:33 болыпты. Уақыт. Үлгерейік, давайте. Мен қазір үлгермей қалып жүрмейін. Сабинадан қалып позор қалмайын. Так, все, достар, шифрмен бәрі бітті, арты бітті. Енді шет жақтар ғана қалды. Шет жағын көтеріп тастасақ, чоткий болады ғой. Мына жаққа жалпы екінші этаж істеп салуға болады даже. Сабинадан кейінді менікінен қалып қояды. По-любому, я, Сабина? Қалып қоясың ба менен? Өзім ойнап тұр ғой, я дейді. Енді біледі ғой, нуби екен өзін. Не дейміз енді, Сабина? Саған тек сәттілік тілей алам, енді басқа дымда істемеймін ше. Саған жаным ашып тұр деп. Сөйтіп кеткен бе. Так, бітеміз, давайте. Мына яқта көтержейік. Или не яқта уже былай жаба салсақ болады, в принципе ше. Көтермей қойып болды. Айтпесе қазір не очень болып қалады сияқты, мен ойымша. Бізде неше болды сағат? 6:31 кетті. Үлгерейік. Так, үлгерейін, достар. По идее болды. Все, мен бітіп қалдым уже. Үлгердім я? Главный үлгерсем болды. Так. 45 кетті. 15 секунд қалды маған. Все, болды ма? Давай. Так, бізде уақыт болды. 7 минут болды. Сабинада әлі уақыт бар, достар. Сабинада әлі уақыт бар.
Так, Сабина, сен қалай соғып жатсың жалпы? Сабина асын соғып жатыр екен, достар. Бізде әлі мінекей уақыт кетіп жатыр. Сабинада әлі 3 минут бар. Асықпай соға берсін Сабина, я. Бізде уақыт болды, достар, 10 минут өтті. Давайте Сабинаның постройкасын көретін боламыз. Ойбай, 10 минутта соққан үйін қараңыздар, даже әлі бітпеген крышасы. Не болып қалған ері? Нейін қара, Сабина, нейін қара. Сабина, нағырсын, брат, это новый дизайн. Это новый дизайн, смотри. Сквозняк, Новый дизайн, смотри, брат. Алды неге дәу арты кішкентай? Мынандай дизайн ғой, брат, көрдің ба? Алдынан кіреді, артынан шама. Мынаны қарасайшы, брат. Тесік. Тесік, новый дизайн екен Қате мынау. негізі. Кірпіш экономдаған ба? Құстарға ма көгершінді кіріп жүрсің ба? Достар, құстарды ойлайды екен, прикинь. Короче, не жақта кіретін несі бар екен. Ошын түсінгенім бойынша Асхат мынандай қарсы. Для бомжов қой, короче. Бомждар далада жүреді да ошын. Ішіне қарай кіріп кетеді да міне жақта былай тұрады да міне. Ұйықтайды міне. Унитаз бар ма екінші этажда? Унитаз жоқ, жағдай жасалмаған әлі. Әлі жағдай жасалмаған. Так, үйдің ішіне кірейікші ағам. Мына не ана шалынып қойған жер? Артыңа қарашы. Кірген адам шалынып қойды мына жерде бірақ. Үй наоборот болушы еді негізі. Сәл. Наоборот. Ескілеу ма? Не өкпеткен да, енді ладно түсінуге болады достар енді. Кирпич негізі пол кирпич болмайды негізі ше білмеймін. Түсінуге болады деген сайын тұрып кетті. Диваның неге жерге Анау не ғана төсек емес анау. Жерге төсейтін не ғана? ғана. Жерге төсейтін көрпе ғой мынау. Көрпе ғой достар, көрпе. Диван жоқ. Таза көрпе болып тұрғанын қарасаңшы. Ақша жоқ. Диван жоқ, ақша жоқ, аш көрпеге ғана ақша бар, міне көрпеге жатып болады деп. Бюджеттің бәрі кірпішке кетті көрдің ба? Кірпіш қымбат тұрады ғой, кірпіш. Так, короче, достар, бізде үй осы, давайте оценкілерінде міндетті түрде беруді ұмытпаңыздар Сабинаның үйіне. Бір айналып шығайық мінекей. Жалпы осы. Хотя бы деревомен сызып шықсаң болатын еді, ана жерде бәрі кирпич болған қате болды. Міне кішкене міне болайынан ше міне. Хотя бы. Міне осылайынан әдем болды. Енді кейін үйренер енді осылай. Енді қараңдар достар, менің үйімді қара, Сатқай. Менің үйім қалай. Не мынау? Ойнап бұл менікі емес. Менікі емес, міне менікі. Менікі қалай? Сенікі кирпичпен. Қалай, менікі қалай? Зор, ағаш деген. Анау жанып кетеді бір күні. Жанбайды. Ешкім өртемесе жанбайды ғой. Короче, достар, давайте менің үйіме оценки беруді ұмытпаңыздар. Мына жақта кіретін жері бар. Мына жерде осындай үлкен несі бар, балконы бар. Кіресің. Сенің үйіңде сендерде туалет жоқ ғой, сендер не істейсіңдер туалетте? Далаға барасыңдар ма? Туалет енді үйдің сырты ғана бітті, енді ішіне үлгермедік, короче. Мына жер уже бізде кіре салып, мына жақта төсек болу керек негізінде ше. Мына уже спальный. Или спальный төбесі қылдырып қойып, мына лестница соқып қою керек. Мына типа спальный болса болады. Ал мына жер типа гостиница, кухня, достар. Осымен видео аяқталды. Міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып. Барлықтарына рахмет, видеоның соңына дейін қарағандарына. Сіздерге осы контент ұнады деген ойдамын. Кімнің үйі ұнады? И давайте барлық үйлерге оценкілерінде беруді ұмытпаңыздар. Сіздер мен Рамазан, және де менің қызым Сабина. Молодец. Давайте, достар, келесіде көріскенше. Пока.